Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін бұл видеода сіздерге ең дәмді пюре жасаудың жолымен бөлісетін болам. Сонымен қатар ең маңызды пюре пісіргенде ұстанатын 5 қағидамен бөлісетін болам. Ол үшін видеоның соңына дейін бірге көріңіздер. Пюре жасағанда ең басты бірінші қағидамыз міндетті түрде қайнап тұрған суға картоптарды салып, орташа отта пісіретін боламыз. Сол кезде картоп өзінің тәтті дәмін бойында ұстайтын болады. Орташа отта жұмсарғанша пісіріп аламыз. Піскенін осылай шанышқының көмегімен біліп отырамыз. Екінші қағидамыз суын төккен кезде барлық суды төкпей, түбінде 1 сантиметрдей суды алып қалуы қажет. Сол кезде біздің пюреміз езген кезде өте керемет болып шығады. Үшінші қағидамыз осылай пюрені езердің алдында 1 қасық майымызды салып, картоппен бірге жақсылап араластырып, езіп шығамыз. Келесі кезекте сүт құятын боламыз. Сүтті де барлығын бірден құйып жібермеңіздер. Осылай бөліп қосып отырыңыздар. Сол кезде көзбен жаңағы қаншалықты мөлшер қосу керек екенін байқайтын боласыздар. Келесі кезекте, ең соңғы кезекте тұзды салып, пюремізді жақсылап араластырамыз. Егер пюрелеріңіздің үлпілдек, яғни орысша айтқанда воздушный болған қаласаңыздар, осындай миксердің көмегімен 1-2 минут миксерлеп жіберсеңіздер, пюрелеріңіз өте керемет үлпілдек болып, көтеріліп, керемет болып шығатын болады. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Егер осылай жасап жатсаңыздар, комментария бөліміне қалай шықты жаза кетіңіздер. Видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар достарыңызбен, құрбыларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Алдағы уақытта өте керемет көптеген рецепттермен бөлісетін болам. Сондықтан видеоны жіберіп алмау үшін қоңырау басып қойыңыздар. Баршаңызға ас болсын.